Қазақстанның халық жазушысы Қадыр Мырзалидың қанатты сөздері. Дүниенің ең басты жұмбағы адам. Адамдар дүниенің бәрін түсіндіргенмен өздерін өздері әлі де болса түсіндіре алған жоқ. 60 адам бір жақ, ақын өзі бір жақ. Әкенді білмеген ештеңе білмес, қаптаған халықтың ішінен ұлтанды білмеген не деген сұмдық. Адам алысқа қараймын деп жақындағысын көрмейді. Әулиелік туралы айту үшін өзің де әулие болуың керек. Азаппен келген даңқ мәңгілік. Талант халық қазынасы. Талантты қадірмелеу халықтың намысына тиеді. Адамның бүкіл өмірі өзін өзі жұбату, өзін өзі алдау. Ең үлкен махаббат халық махаббаты. Халықтың ықыласына ешкім тыйым сала алмайды. Ақынның бірінші бақыты шығармашылық процесс, ал қалған тірлігі қараңғы түнел. Әр ақынның, егер ол шын ақын болса, 99 қасіреті болады. Лайық емес адамға даңқ жоламайды. Даңқ оның бірін, жүздің бірін таңдайтын талғанбас пәле. Даңқ ойда жоқта бір күні келе салмайды. Ақын жазушылардың бәрі болмағанмен біразы әдеби есірме. Қор қылуда, құдай қылуда халықтың қолында.